Қайырлы күн, құрметті мен оқушыларым. Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Бүгінгі күні 1-ші сынып әліппе 89-шы сабақ Ч дыбысы мен әрпін өтетін боламыз. Тапсырмаларымызға зер салайық. Ч дыбысы бізде дауыссыз дыбыс. Парақшамыздың сол жағына назар аударайық. Ч әрпін санағыштардан жасап көрсет дейді. Сол тапсырманы да орындаймыз. Ал парақшамыздың оң жақ бетіне назар аударайық. Балалар, қандай сурет бейнеленген? Кім табады? Бірнеше оқушылар олимпиада чемпионына қатысады. Және олар белгілі бір жүлделі орындар алады. 1-ші орын, 2-ші орын, 3-ші орын, 4-ші орын деген сияқты. Ал балалар, бұл жерде жасырынған сөз чемпион екен. Чемпион сөзінде Ч әрпі кездеседі. Ал балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Әдеттегі бізге берілген сөздерді буынға бөліп оқып шығайық. Чек, чемпион, чемпионат. Ал балалар, астында бізге мәтін берілген екен. Олимпиада чемпионаты. Мәтінді оқып шығайық. Сиднейде олимпиада өтті. Оған спортшылар қатысты. Олимпиадада боксшы Бекзат Саттарханов жеңіске жетті. Қазақстандық боксшы олимпиада чемпионы атанды. Ал балалар, Бекзат Саттарханов дегеніміз кім екен? Қысқаша мәлімет алайық. Бекзат Сейілханұлы Саттарханов жеңіл салмақта алтын медаль жеңіп алған спортшы. Ол халықаралық дәрежедегі спорт шебері, 1-ші дәрежелі барыс орденінің иегері. Бекзат ағамыз боксты 15 жасында бастаған. Бірнеше жыл ішінде ол Қазақстан құрамына ілікті және әлемдік деңгейде танымал болды. Ал балалар, келесі қызықты тапсырмаларымыздың бірі ребусты шешуді қарастырайық. Ең бірінші бейнеленген суретке және әріпке назар аударайық. Ең бірінші бізде Ч дыбысы әрпі бейнеленген. Оны тура солай көшіріп жазамыз. Және бізде екінші сурет ол терек бейнеленген екен. Терек сөзінде алдында 3 үтірше тұр екен. Яғни алғашқы 3 әріпті алып тастаймыз деген сөз. Сонда бізде чек деген сөз шығады. Ал екінші суретке назар аударайық. Ш әріпі берілген және айдың суреті бейнеленген. Сонда толыққанды шай деген сөз шығады. Ал балалар, ортада қандай сөз сәйкес келетінін анықтап көрейік. Екі сөзімізде сәйкес келеді екен. Себебі екі сөзімізде де бір дауысты дыбыс және екі дауысты дыбыс бар екен. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз қызықты және түсінікті өтті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау сәлеметте болыңдар. Каналымыз ұнаса, лайк басып тіркеле кетіңдер.